Ассалаумағалейкум. Барша менің арнамның көрермендері. Міне 2023 жылдың алғашқы қой төлдеді. Міне алғашқы төліміз мынау. Негізі бұған дейін жалпы мал бойынша бұл алғашқы емес негізінде. Қой бойынша алғашқы да. Мынау енді енесі соның. Лақ бір 3 төл деген оларды алдында түсірмей қалып едім сол. Тәтпә. Оларды енді бөлектеп қойдық қазір. Мынау қой қоранышы ғой, қапас. Енді мына қойлар бастап енді төлдейді. Бүгін деген 5 күнге ерте туып тұр негізі. Бүгін 10-шы наурыз ғой. Біздер 15-і төлдейді деп жоспарлағымыз негізінде. Өйткені қазан айының 15-нен бастап қосып едік қошқарды. Бірақ мына қызыл қой 5 күнге ерте төлдеп тұр. Ондай болады, 5 күн не әрі, 5 күн не бері солай төлдей береді ол. Ай, шығындар енді сендер. Сыртқа шығындар, шөп салайық. Қойды бөлектейік.